Валентина Терешкова 1937 жылы 6 наурызда Ярославль облысының ауылында Белоруссиядан келген шаруалар отбасында дүниеге келді. 1945 жылы Ярославль қаласының номер 32 орта мектебіне оқуға түсті. Мектеп қазір оның есімімен аталады. 1959 жылдан бастап Валентина Ярославль аэроклубында парашютпен секіріп 90 секіріс жасады. Ғарышқа алғашқы сәтті ұшулардан кейін ел орбитаға әйелді жіберу туралы ойланды. Академик Сергей Королев екішті болды. Ғарышта әйелдер қажет пе деп, әсіресе оны игерудің бірінші кезеңінде. Содан кейін Қорғаныс министрлігінің ғарыштық бағдарламасының кураторы авиация генералы Николай Каманин ғарыштағы алғашқы әйелдің американдық болуына жол бермеу керек. Бұл кеңес әйелдерінің патриоттық сезімдерін қорлайды деді. Сонымен қатар, бұл бүкіл әлемге КСРО-да әйелдердің ерлер сияқты құқықтары мен мүмкіндіктері бар екенін көрсетеді. Осылайша 1962 жылы осы миссияға үміткер қыздарды іздеу басталды. Әлеуетті әйел ғарышкерлерге қойылатын талаптар жасы 30 жастан аспайтын, салмағы 70 килограммға дейін, бойы 170 сантиметрге дейін парашютші. Бүкіл кеңес одағының аэроклубтары бойынша іріктелген 1000-ға жуық үміткердің тек 30-ы ғана медициналық комиссиядан өтті, ал 5-еуі отрядқа қабылданды. Валентина Терешкова, Жанна Еркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарева және Ирина Соловьева. Олардың ішіндегі ең кішісі Терешкова болды. Ол кезде ол әлі 25-ке толмаған. Ал медициналық көрсеткіштер мен теориялық дайындық бойынша ол осы тізімде соңғы орында тұрды. Ғарышты бағындыруға керек қызды таңдауда Никита Сергеевич Хрущевтің өзі шешуші нүкте қойды. Валентина Терешкованың артықшылығы ол жұмысшы шаруа отбасынан шыққан және жас кезінен бастап тоқу фабрикасында жұмыс істеді. Халықтан шыққан адам. 1963 жылы 16 маусымда Байқоңырдан Валентина Терешковамен бірге Восток-6 ғарыш кемесі ұшырылды. Оның шақыру белгісі «Чайка» болған. Старт алдында Валентина «Эй, аспан, шляпаңды шеш» деп айқайлап жіберді. Бұл Маяковскийдің «Облако в штанах» поэмасынан алынған дәйек сөз. Ол өзінің туыстарына парашютшілер жарысына кеттім деп айтты. Ұшу алдында Валентина анасына 10 хат жазды. Ол күн сайын Мәскеудің қарапайым өмірін, парашютпен секіру жарыстарын сипаттайтын хабар келіп тұрсын деген мақсатпен. Құпиялылық соңғы сағатқа дейін сақталуы керек еді. Оның қайда кеткені туралы олар радио жаңалықтарынан ғана білді. Терешкова жердің айналасында 48 айналымға шыдап, ғарышта 3 тәулікке жуық уақыт өткізді. Онда ол борттық журнал жүргізіп, көкжиектің суреттерін түсірді. Олар кейінірек атмосферадағы аэрозоль қабаттарын анықтау үшін қолданды. 19 маусымда Терешковамен бірге Восток-6 кемесі Қарағанды қаласынан солтүстік шығысқа қарай 620 шақырым жерге қонды. Валентина Терешкова тарихтағы алғашқы әйел ғарышкер болумен қатар, әлі күнге дейін ғарышқа бір өзі болып ұшқан жалғыз әйел. Ғарышқа әйел адамының келесі ұшуы 19 жылдан кейін болды. Оны 1982 жылы тамызда Светлана Савицкая жүзеге асырды. 1963 жылы 20 маусымда Қарағанды қаласының Михайловка шағын ауданында Дом Заезжих басында солай аталған қонақ үйде Валентина Терешкова келгеннен кейін бірнеше сағат өткізді. Алғашқы әйел ғарышкердің құрметіне ескі атауды өзгерту туралы шешім қабылданды. Ал қонақ үй Валентина Владимировнаның құрметіне мақтанышпен «Чайка» деп аталды.